Ассалаумағалейкум достар, қош көрдік. Менің есімім Нұрасыл Тоқбай, жеке тұлға және кәсіпті жүйелі дамыту эксперт боламын. Достар, өткен сабақтарда мен сіздерге Стивен Ковидің 7 навыков высокоэффективных людей кітабының 7 дағдысын айтып бастадым. Міне бүгін 7-ші дағдыға келіп жеттік. Енді қорытындылап шығайық. Бірінші дағды бізде қандай болды? Бірінші дағды проактивті болың деген, проактивті, белсенді бол деген тақырыпты өттік. Екіншісінде начинайте, представляя конечную цель деген, жол басында баратын жеріңді елестеп көр дегенді. Мысалы, үй салғанда проектісін сызып аламыз, сол секілді. Үшіншісінде бізде баса іске баса мән беріңіз, басты іске баса мән беріңіз. Төртіншісінде бізде ұттым тәсілімен істеу керек, амал ету керек. Төртінші дағды ұттым. Бесіншісінде бізде бірінші түсін, сосын барып түсінікті бол деген дағды. Алтыншысы ол синергия. Жетіншісі міне жаңару. Ол араны қайрау деген тақырып. Араны қайрау ол жаңару. Енді мағынасын айтып кетейік. Араны қайрау деген не? Бір притча бар, бір мысал. Бір орманда бір адам талды кесіп жатады. Жаңағы қасында өтіп бара жатқан адам көрет қиналып жатқанын, біраздан бері кесіп жатқанын байқайды. Сосын қасына келіп айтады: "Бауырым, мына кішкене араңды қайрап алшы" дейді. Қайрап алып, сосын не қылсаң тез кесіледі дейді. Бірақ ол кісі айтады: "Менің араны қайрауға деген уақытым жоқ" дейді. Сөйтіп кесе береді, шаршап, өзі ынтығып та. Міне өмірде солай, біз көбінде ынтығып бір нәрсеге жаңағы не істейміз, өмірдің күйметірлігімен жүгіріп әртүрлі бір істерді істейміз, ал бірақ арасында бір тоқтап, бір ойланып, сараптау деген бізде жоқ. Бұл техниканы да алсақ солай. Мысалы, көлік алып, оның жаңа ходовкаларын бір қарамайтын болсақ, балансировкасын қарамайтын болсақ, оның майсуын ауыстырып тұрмайтын болсақ, не болады? Мәшін тез бұзылғыш болады. Өмірде де солай бізде негізгі өмірдің бағыттары бар. Стивен Кови айтады, бізде негізгі 4 бағыт бар, осы 4 қуат бар дейді. Соны не істеуіміз керек? Арасын қайрап, жаңағындай жаңартып тұру керек дейді. Атап өтетін болсақ, ол бірінші физикалық қуат. Егер де бізде физикалық қуат болмаса, онда біз әлсіз боламыз, бақыт сезімі бізде болмайды. Сондықтан физикалық қуатты не істеуіміз керек? Көңіл бөлу керек. Екінші бағыт бізде эмоционалды бағыт, ол сезімде, жаңағы қарым-қатынас. Міне осы жақта да жақсы болу керек. Эмоционалды қуатты артып тұру керек. Үшіншісі менталды қуат. Менталды қуат ол жаңағы біздің біліміміз, біздің дамуымыз. Біз егер де дамымайтын болсақ, онда біз өшеміз. Сондықтан жүйелі түрде дамып, пайдалы сабақтарды алып тұруымыз керек, кітап оқып деген секілді. Енді төртінші қуат ол рухани қуат. Рухани қуатты да жаңғыртып тұру керек. Ол бізде не? Құран оқу, баланы тәрбиелеу, сүре жаттау, садақа беру деген секілді бағыттар. Міне осы 4 бағытта біз не істеуіміз керек? Бақытты өмір сүру үшін осы бағыттарды жаңағыдай жаңартып тұру керек. Жаңарту деген жаңағы араны қайрағандай дайындалу керек. Мысалы, мен өзімнің тәжірибемді алатын болсам, мен өзімді 9 бағытпен сараптаймын. 9 бағытпен сараптап өзіме баға беремін. Соның ішінде жаңағы 4 қуатта кіреді. Мысалы, бірінші менде дене қуаты, ол жаңа физикалық қуатқа кіреді. Екіншісі менде ол рухани қуат. Рухани қуат жаңа айтып кеттік. Рухани қуат ол оқыған Құранымыз, жаттаған сүреміз, бала тәрбиесі, берген садақамыз деген сияқты. Осы рухани қуат. Рухани қуатқа біздің саяхатымыз да кіреді мысалы. Үшіншісі ол қарым-қатынас. Ол жаңа эмоционалдық қуатқа кіреді, қарым-қатынас. Төртінші ол кәсібім менің. Кәсіп. Содан кейін бесінші ол қаржы есебі. Алтыншы ол даму, жаңа айтқан менталды қуат. Менталды қуатқа даму кіреді. Сосын тиімділік мен өзіме күнде не істеймін? Жоспар жазамын, соны сараптаймын, не істелді, не істелмеді, келесі күнге жоспар, соны не істеймін? Өзіме осы 9 бағыт бойынша мен өзіме есеп беремін. Не тиімділікті сол жерде қараймын. Мысалы, мен бір кітапты оқу керекпін дедім ба, бір аптада соны қадағалап отырамын күнде тиімділікті. Не тиімділік бағыты бар менде құнды. Сосын бала тәрбиесі бар. Себебі балаға тәрбие дұрыс бермесек, ол ертең бізге не болады? Бейнет болады. Сондықтан бала тәрбиесі маған қымбат. Сосын 9-шысы ол демалыс. Біз демалмасақ, онда не істейміз? Шаршап тұрамыз, шаршап қаламыз. Сондықтан мен өзімде 9 бағыт бойынша әр күн, әр апта, әр ай өзіме осы бағытта күнде есеп беріп отырамын. Енді достар, Стивен Кови бізге осындай тапсырма
айтып жатыр. Осы бағыттарды реттеу үшін жаңа 4 бағыт бойынша, дене қуаты бойынша, жаңағыда физикалық қуат бойынша өзіңізге бір тізім жазыңыз. Физикалық қуатты арттыру үшін сізге қандай амалдар істеу керек? Мысалы, күніге қарапайым 2 литр су ішу, сосын жаттығу жасау, тағы қандай не бар, медитация жасау ма, білмеймін. Өзіңізге тізім жазыңыз, соны бір аптаға не істейсіз? Сізге жоспар болсын, бір апта бойы жасауға жоспар құрыңыз. Екіншісі, сізде рухани қуат. Рухани қуатта не істейсіңіз? Бір сүре жаттайсыз ба, немесе бір саяхатқа шығып келесіз ба, болмаса жаңағындай күніге нәпіл намаз оқисыз ба, бір садақа бересіз ба? Міне сол бағытта да өзіңізге тізім жазыңыз да, сол осы аптада қандай мақсатты орындай аласыз, соны күнтізбеңізге енгізіңіз. Және үшіншісі ол менталды қуат. Ол жаңағы біздің білімімізде даму. Осы апта қандай кітап оқисыңыз, қанша бетін оқисыңыз, соны да өзіңізге мақсат қылып алсаңыз болады. Сосын эмоционалды қуат, ол қандай адамдармен мәміледе болғыңыз келеді, қандай адамдармен танысқыңыз келеді, немесе жолдасыңызбен қандай сезімде болғыңыз келеді, қай жерде қыдырғыңыз келеді. Мен соның барлығын бір мақсат қылып жазып, осы аптада не істейсіңіз? Қайрайсыңыз деген соған көңіл бөлу керек. Не достар, өте керемет. Жалпы менің өмірімді өзгертуге үлкен үлесін қосқан осы Стивен Ковидің 7 навыков высокоэффективных людей деген кітап маған үлкен үлесін қосты. Егер де бөліп айтатын болсақ, ең мықты кітаптардың бірі деп айтсақ болады. Осы жеке тұлға бағытын дамыту барысындағы ең күшті кітаптардың бірі осы кітап. Оқыңыздар, және де осы ішіндегі құралдарды өмірде қолданыңыздар. Себебі бұны жасампаздар деген жаңағы табысты адамдардың қолданатын дағдылары ішінде. Баршаңызға Алла береке берсін. Тек амандықта жүздесейік. Бізбен бірге болыңыз. Біздің каналда Өзгер Академия. Біздің каналға тіркеліңіз, ұнап жатса лайк басып, және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі күшті сабақтарда көріскенше достар, қош аман болайық.